бір бөлім. Қаржылық тәуелсіздік деген не? Бодо Шефер ең алдымен бір нәрсені анық айтады. Қаржылық тәуелсіздік бай болу емес, еркін болу. Еркіндік деген, қалаған уақытында тұру. Қаламасаң жұмысқа бармау. Ақша үшін емес, өз қалауымен өмір сүру. Көп адам ақша жетпегеннен емес, еркіндігі болмағандықтан шаршайды. 2 бөлім. Неге көп адам ақшасыз өмір сүреді? Себебі ақшада емес. Себеп ойлауда. Адамдар мынадай сөздерге сеніп өседі, ақша табу қиын. Байлық маған емес. Ақша бұзады. Бодо Шефер айтады. Сен неге сенсең, өмір соны дәлелдеп береді. Егер сен ақша жетпейді деп ойласаң, жетпейді. Егер ақша табуға болады деп ойласаң, жол ашылады. 3 бөлім. Алғашқы ең маңызды ереже. Өзіңе алдымен төле. Яғни, табыстың қанша аз болса да, кемінде 10-ын өзіңе сақта. Көп адам керісінше істейді, алдымен бәріне төлейді. Соңында өзіне ештеңе қалмайды. Бұл қателік. Бодо Шефердің ойы. Сен өзіңді соңғы орынға қойсаң, өмірде сені соңғы орынға қояды. 4 бөлім. Қарыз туралы ашық шындық. Қарыз жай ғана ақша емес. Қарыз болашақтағы уақытың мен еңбегің. Қарыз адамды қорқынышта ұстайды. Еркіндігін шектейді. Шешім қабылдаудан айырады. Сондықтан бірінші мақсат қарыздан құтылу. Қарыздан шықпай, байлыққа жету. Құм үстіне үй салғанмен бірдей. 1 бөлімнің қысқа қара сөзі. Ақша сені басқарса, сен құлсың. Сен ақшаны басқарсаң, сен еркінсің. Қаржылық тәуелсіздік сырттан келмейді, ол тәртіптен басталады. Бүгін аздан бастамаған адам ертең көпке жете алмайды.